Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге цифрлық құжаттар сервисі туралы өзім айтқым келіп отыр. Өйткені бұл сервис өте ыңғайлы және жайлы. Жалпы не үшін қажет цифрлық құжаттар? Енді өз тәжірибемді айтып кететін болсам, мысалы әуежайда құжаттардың бар болуы, енді әрбір адам өзінің тәжірибесінде кездестірген шығар. Мен жанұям мысалы бір жолы сапарға шыққан кезде бір баламның туы туралы куәлігін ұмытып кеттік. Солдың салдарынан біз сол сапардан кеш қалдық. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы барлық жерде цифрлық құжаттар толығымен қолданылса, ол өте ыңғайлы болады. Әрбір қазақстандыққа қолжетімді қылу үшін біз енді жалпы барлық цифрлық платформаларға осы біздің цифрлық құжаттарды енгізгіміз келеді. Сондықтан қазір сізге алдымызда тұрған Каспий және Хоумбанк жиі қолданатын платформалардың ішінде қалай осы цифрлық құжаттарды енгізетінімізді, қалай пайдалана алатынымызды көрсеткім келеді. Енді сіздерге өзімнің телефоным арқылы қалай бұл сервистердің жұмыс істейтінін көрсетіп шығайын. Kaspi.kz қосымшасына кіремін. Мемлекеттік қызметтер деген бөлімшесіне кірейін. Өзімнің Face ID арқылы жалпы растадым. Енді осы жерде цифрлық құжаттар деген бөлімшесіне кірсем, тағы да SMS енгізу керек, бірақ мен SMS бұдан бұрын SMS енгізгендіктен бұл бөлімше маған жалпы көрініп тұр. Енді осы цифрлық құжаттардың ішінде, мысалы мен сіздерге вакцинациялау паспортын көрсетейін. Вакцинациялау паспорты осылай міне, осында шығарылып тұр. Және де басқа да қандай құжаттар, міне 5 баламның туы туралы куәліктерде маған қолжетімді, осыларды да көрсетіп шығуға болады. Өзімнің телефонымда Халықбанк приложениесіне Хоумбанк деген қосымшаға кіремін. Осы Хоумбанк қосымшасын ашамын және мемлекеттік қызметтер деген бөлімшесін ашу керекпін. Ол барлығына көрініп тұрады. Мемлекеттік қызметтерді ашқан кезде мен біріншіден өзімнің барлық қызметтерді көруге болады және цифрлық құжаттар деген бөлімшесін көруге болады. Цифрлық құжаттар деген бөлімшесіне кірсек, бұл жерде сіздерге SMS келу керек. SMS-ті өзіміз міне жерде көріп тұрсыз, SMS-ті енгіземіз. Сосын ғана бұл SMS-ті не үшін енгізіп жатырмыз? Ол SMS-ті енгізгеніміз мен Мусин Бағдат өзімнің телефоным арқылы өзім бұл цифрлық құжаттарды осы банктік қосымшасында көргім келеді деген растама беремін. Осыны растағаннан кейін барлық цифрлық құжаттар осы жерде міне көрініп тұрады. Бұл тесттілік функция болғандықтан, мен тесттік топқа кіргендіктен маған бұл қосымшада міне бұл цифрлық құжаттар көрініп тұр. Жеке куәлік, мысалы, жеке куәлікке кіретін болсақ, бұл жерде жеке куәліктің барлық мәліметтері, деректері шығып тұр. Сіздерге бұлыңғыр болып көрінеді. Өйткені жалпы мен өзімнің деректеріммен барлық қазақстандықтармен бөлісе алмаймын. Өйткені білесіздер, ақпараттық қауіпсіздікті өзіміз сақтау керекпіз. Сондықтан сізге де осындай кеңес беремін. Жалпы жеке куәліктен басқа мынау осы жерде неке қию куәлікте бар, осыған да кіріп көре аламыз. Жалпы біз цифрлық құжаттар сервисін әрі қарай дамытып жатырмыз. Бүгінгі таңда 18-ге жуық цифрлық құжаттар қазақстандықтарға қолжетімді. Құжаттардың тек қана қағаз түрінде емес, цифрлы түрде осы мобильдік телефон арқылы қалтаңызда сақтап жүру ыңғайлы деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге.